Өткен аптада президент елорданың 65 журналистіне пәтер кілтін табыс етті. Жұрттың жоғын жоқтаған, журналистердің жағдайы жақсарып келеді. Оған тағы бір дәлел Әулие-ата жастар бағдарламасы. Жас отбасын баспанамен қамтамасыз етеді. Дағдарыс қос өкпеден қысқан мына заманда баспана, бас қайғы. Естеріңізде болса, былтыр аталған жобаға 500 миллион теңге бөлінген еді. Біраз шуда болды. Ал биыл кімдер қатыса алады, қандай өзгерістер бар, қанша адам баспанамен қамтамасыз етіледі? Зерттеп көрдім. Желіктейік бағдарламаға келесі сала қызметкерлері қатыса алады. Денсаулық сақтау саласы, білім беру саласы, мәдениет саласы, спорт саласы, дін саласы, журналистика саласында қызмет ететін мамандар қатыса алады. Қатысушының ресми қызмет өтілі өтініш бергенге дейін 12 ай болуы тиіс. Сонымен қатар отбасы банкінде жинақ шоты болуы міндетті. Өтінім беру мерзімі 13 шілдеден 20-сына дейін. Бағдарлама алдыңғы жылы 40 отбасын баспанамен қамтамасыз етсе, биыл 140 жанұяны қуантпақ. Ал қазынадан қанша қаражат бөлінді? Жамбыл облысы әкімдігі тарапынан 1 миллиард қаржы, және де отбасы банк акционерлік қоғамы тарапынан 1 миллиард. Жалпы 2 миллиард теңге осы бағдарламаға қарастырылған. Алғашқы жарнасы 5%. 19 жылға дейін несиелендіріледі, 140 адамды қамту жоспарлануда. Әулиеаталық тұрғындар бұл бағдарламадан бейхабар болып шықты. Жоқ, естімедік. Жоқ, естілген. Әулие-ата жастар бағдарламасын естуіңіз бар ма? Иә. Қатысасыз ба биыл? Жоқ. Айта кетейік, оның ішінде техникалық және әкімшілік персонал қызметкерлері қатыса алмайды. Журналистика саласында жергілікті баспасөз ақпарат құралдарында қызмет атқаратын меншікті тілшілер және соның қызметкерлері қатысады. 15 миллионға дейін сомада болады. Егерде ол ұнатқан үйі ол сомадан жоғары болса, үстіндегі айырмашылықты өз тарапынан құю керек болады. Жаңадан соғылған үйден немесе екінші деңгейлі баспана таңдап, сол баспаналарды ала алады.